Сәлем достар! Сәлем! Сендермен бірге Қазмаркет KZ арнасында тек бүгін айдары. Өздеріңіз байқағандай біздің каналымызда көптен бері телефондарға шолу болмай кетті. Сол себепті бүгінгі бағдарламаны біз телефонды шолуға арнамақпыз. Бізде бүгін шолуда Asus компаниясының Asus Zenfone Max Pro M2 смартфоны. Бұл тайвандық телефон бізді несімен қызықтыра алады және несімен таң қалдыра алады. Бүгін соны анықтайтын боламыз, бірге көрейік. Олай болатын болса, бірден сырт келбетінен бастап кетейік. Max Pro M2 смартфоны өзінің ағасы сияқты ұқсас дизайнда жасалған, бірақ та сатылымда екі түсте ұсынылған. Біреуі сұр, екіншісі көк. Артқы жағында қосарланған камерасы, астыңғы жағында жарқылдағышы және де саусақ ізінің сканері бұрынғыша артқы жағында орналасқан. Барлығы бұрынғыша, бірақ та корпусының жасалу материалы өзгеше. Мысалы, бізде Max Pro M1 смартфоны артқы корпусы темірден жасалса, Max Pro M2 смартфонның артқы корпусы бірнеше қабат лакпен қапталған пластик. Ары қарай айтатын болсақ, бізде әдемі корпусы домаланып өзінің темірден жасалған бүйір жақтауларына ауысады. Бұл темірден жасалған жақтаулары маған ең ұнаған жерлері, себебі қолға ұстаған кезде тайып кету қаупі азырақ. Және де келесі бір ұнаған жері ол Gorilla Glass-тың 6-шы ұрпағынан жасалған шынысы. Бұл шыны өте берік және де көптеген соғылу ұрулардан сақталынады. Тағы да бір жақсы жаңалықтар, ол сол жағында бізде 2 нано сим карта және де 1 SD карта ұяшығы орналасқан. Астыңғы жағында 3,5 мм мини джек аудио ұяшығы және динамиктері өте керемет, дауыстары, дыбыстары өте нақты, анық және ешқандай божырлаушыз шығады. Барлығы керемет, барлығы жақсы, бірақ та көңіл түсіретін жағдай ол қуаттағыш ұяшығы, әлі күнге шейін микро USB ұяшығы. 2019 жылы бұндай ұяшықтар болмау керек деп ойлаймын Asus. Осындай жіңішке смартфонға бізге өте керемет аккумулятор салған, бірақ ол туралы біз алдағы уақытта толығырақ айтатын боламыз. Рауан дизайны жайлы керемет айтып кетті. Мен енді осы Asus телефонының экраны жайлы сөз етейін. Бұл жерде 6,3 дюйм. Кішкентай телефон емес, әрине. Қолға ұстаған кезде басында ыңғайсыздық тудыруы мүмкін, бірақ кейін қолдана келе үйреніп кетуге болады. Asus Zenfone Max Pro 2. Рауан, білесің бе, қытайлар неге өздерінің телефонына осындай қиын аттарды қойған жақсы көреді? Мен оларды түсініп болмайтын шығармын. Жаңа айтылған кезде дизайн туралы Max Pro деп шатасып кетпейін деп жаттап алып әзірден айтып шықтым. Redmi-ді алма, Xiaomi-ді ал, Meizu-ді ал, барлығында осындай бір. Соны айтып тұрмын ғой, қазір тұтынушылардан бөлек блогер мен журналистердің өзі мына неше түрлі смартфондардың аттарында Max Pro, Mi Mix, Note Pro соның аттарында бәріне шатасатын бол. Жарайды, экран жалғастырайық. Бұл жерде жаңағы IPS қондырылған деп айттық. Соның арқасында түстердің қанықтығы өте сапалы шығады. Және де экраны қорғаныш әйнегімен қорғалған соңғы үлгідегі Gorilla Glass 6. Бұл ұсақ түйек сырылулардан толық қорғай алмайды, сондықтан сізге алда сатып алған кезде міндетті түрде қорғаныс қабатын немесе қорғаныс әйнегін жабыстыруға тура келеді. Камерасына келетін болсақ, камерасы қосарланған, оның негізгі модулі бізде 12 мегапиксель, ал қосарланған модулі 5 мегапиксель, апертурасы 1.8. Алдыңғы камерасына келетін болсақ, бізде 13 мегапиксельді модуль, апертурасы 2. Камерасының түсу сапасы маған өте ұнады, себебі мысалы жарық күнде түсірген кезде сөзсіз жақсы түсіреді. Адамды өз артқы фоннан жақсы бөліп алады және артқы фонды жақсы бұлдырлатады. Қараңғы жерлерде түсірген кезде бұлдырлаулар, ауытқулар жоқ. Менің ойымша қараңғы жерде де өте жақсы түсіреді. Ал видеосына келетін болсақ, бұл смартфонның камерасы 4К рұқсатында секундына 30 кадр түсіретін мүмкіндігі бар. Бұл да өте керемет. Тайвандық Asus Zenfone Max Pro M2 Qualcomm Snapdragon 660 мобильді платформасында құрастырылған. Бұл әрине флагмандық смартфон емес, бірақ жетер-жетпес соған шамалас. Дегенмен флагман емес, бағасы да флагмандық емес, оны айта кету керек. 114-113 мың теңгенің аралығында. Бұл жерде жедел жады 4 гигабайт, тұрақты жады 64 және 128 гигабайт.
Micro SD картасына қосу арқылы 2 терабайтқа дейін кеңейтуге мүмкіндік бар. Сонымен қатар айта кететін тағы бір ерекшелік, осы тайвандық Asus компаниясы өзінің қолданушыларына Google Drive бұлтты жад қоймасын тегін 1 жыл пайдалануға, яғни 100 гигабайтқа дейін пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл деген өте жақсы мүмкіндік емес пе? Қазіргі уақыттағы, құрметті достар, егер ойынды қатты ойнайтын біздің көрермендеріміз болса, қазіргі уақыттағы ең ауыр PUBG Mobile, World of Tanks және Asphalt 9 деген ойындарды біз ойнап көрдік. Ешқандай ойында сондай бір қатып қалулар болған жоқ. Емін-еркін егер ойынға алатын болсаңыздар, қорықпай ала берсеңіздер болады. Сонымен қатар тағы айта кетерлігі, бұл жерде Wi-Fi модуль диапазоны 2 ГГц қана, өкінішке қарай 5 ГГц-ті ұстамайды. Бір минустарының бірі. Операциялық жүйесіне келетін болсақ, Asus Zenfone Max Pro 2 M2 смартфонда бізде бұрынғы ағалары сияқты ешқандай қосымшасыз таза Android-та жұмыс жасайды. Толығырақ айтатын болсақ, Android 8.1. Енді айта кетейік, алдағы уақытта ауа бойынша бізде Android 9-ға дейін жаңартылады деп сенеміз. Қосымшаның, яғни Android-тың ерекшеліктеріне келетін болсақ, тағы бір маңызды қосымшалардың бірі, яғни маңызды функциялардың бірі, ол бір экранда бірден 2 қосымшаны ашу мүмкіндігі. Өте жылдам жұмыс жасайды, себебі таза Android-та жұмыс жасайды. Бұл айта кететін жағдай деп ойлаймын. Бір айта кетерлігі, Рауан, осы бұл смартфонның бағасы да өзі де негізі флагманға жетпесе де, саусақ ізі сканері флагмандардікіндей тез жұмыс істейді. Оның үстіне саусағыңыз мысалы су болып қалса да, су саусақпен кез келген бұрыштан сіз бұл смартфонды құлыптан шеше аласыз. Ал бет әлпетпен құлыптан шешу функциясы өте жақсы жұмыс жасайды. Мысалы сен қарапайым көзілдірікпен оңай ашасың да, бірақ та күннен сақтайтын көзілдірікпен құлыптан шешкен кезде біраз кедергілер, ауытқулар болуы мүмкін. Сондықтан да бұған да көңіл аудару керек деп ойлаймын. Жалпы операциялық жүйесі жайында осы менің ойымша өте керемет, өте жақсы жұмыс жасайды. Телефонды сатып аларда, Рауан, тұтынушылардың ең бірінші кезекте басты назар аударатын жайттардың бірі, ол әрине батареясы, батареяның өнімділігі, қуаты. Asus компаниясының мына бір Asus Zenfone Max Pro M2 моделі батареясы 5000 мАч. Білесің бе, Рауан, мен мұны бір апта тест жасап жүрген кезде осы смартфонда, мен үйде интернетім бітіп қалды. Сол кезде алдымда осы смартфонды модем ретінде қолданып интернет тараттым. Шамамен таңғы 8-ден түнге дейін бұл интернет таратып тұрды маған. Бірақ сонда да сөнбейді. Міне көрсеткіш қой бұл. Көрсеткіш кәдімгі Powerbank сияқты. Ал негізінде тек қана музыка тыңдап, чаттарда сөйлесіп, суретке түсіріп, басқа да жеңіл-желпі қызмет атқаратын болсаңыз, бұл сізге 2-2,5 күнге дейін емін-еркін жетеді. Бұл көрсеткіш емес пе, Рауан? Енді көрсеткіш болғанда қандай көрсеткіш? 2 күн бойы бір смартфонмен жүру кезіндегі Nokia-лар ғана мүмкін болған зат еді. Айттым ғой, жеңіл-желпі қолдансаңыз, бұл смартфон сізге 2-2,5 күнге дейін қызмет атқара алады. Әсіресе алыс жолға шығатын, мысалы батысқа қарай шығатын адамдар, студенттер үшін 2 күн бойы осы жерден шыққанмен үйіне барғанша дейін смартфондары өлмей, Powerbank-сіз жете алады дейсің ғой. Әрине, 5000 мАч болғанмен батареясы жылдам қуаттау жүйесі жоқ болғаннан кейін жаңағы 5000 мАч толтыру керек қой. Қанша сағат алады? 0-ден 100%-ға дейін толтыру үшін 3 сағат кетеді. 3 сағат қуаттау қою керексіз. Ал егер жарты сағат қана қуаттасаңыз, бұның батареясы 15%-ке дейін ғана толады. Өкінішті ме? Өкінішті. Өкінішті әрине. Сонымен қатар қуаттау мәселесінде сен бағана айтып кеткен, бұның көңілге қаяу түсіретін бір жағдайы ескі микро USB. Бұл да әрине осы смартфонның бір кемшін тұстары, бірақ кемшін тұстары көп емес. Қалған тұстары көңілге жағады. Әрине. Сонымен достар, шоуымызды қорытындылайық. Осы шоудың барысында белгілі бір бөлімдерін мен айттым, кейбіреулерін Мақсат айтты. Өздеріңізге керектерін түйіп алған шығарсыздар деп ойлаймын. Біз мына жерде ақ және қара киімде киініп отырғанымызда жайдан емес. Мен қазір бұл смартфонның жақсы тұстарын айтып өтем, ал Мақсат болса бізде бұл смартфонның кем тұстарын айтады. Солай ма?
солай. Онда мен бірден бастайын, бұл смартфонның жақсы тұстары қандай екен. Біріншіден бағасы 114-113 мыңға өте жақсы смартфон. Екіншісі ол 2 сим-карта және де 1 SD карта салатын ұяшығының болуы. Үшіншісі өте керемет камерасы қосарланған 4К сапасына түсіреді. Және де дизайны. Сонымен жақсы жақтары осындай, және де әрине айта кететін ол Gorilla Glass 6. Жақсы жақтары осы. Ал жаман жақтары қандай? Ең алғашқы минустарының бірі мынау бағана сен айтқан пластикалық корпус. Бұл әрине минусқа жатқызам мен мұны. Темір корпус салғанда керемет болар еді. Екінші минусы, бағана мен айтып кеттім ғой, 2 ГГц диапазоны, Wi-Fi диапазоны 2 ГГц қана, 5 ГГц жоқ. Және де үшінші минусы менің ойымша бұл 5000 миллиамперлі батареясы болғанмен жылдам қуаттай алмасаң, оның былайша айтқан кезде енді несі жақсы. Төртінші бір минустарының бірі микро USB, ескі микро USB. Барлық жаман тұстарын ақтарып іздегеннің өзінде бір артық кем бір 4 минусын ғана тапқан шығармыз. Ал сатып алу немесе сатып алмау әрине көрермендердің өзінің шешімі. Бұл шоудың барысында біз тек қана өзіміздің қолдану тәжірибемізді және де өзіміздің ойымызды білдірдік. Жеке пікірімізді. Құрметті көрермендер, бүгінге біздің бағдарламамыз аяқталды. Қазмаркет.kz арнасына тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, қасынан шыққан қоңыраушаны басып қойыңыздар және өздеріңіздің неше түрлі пікірлеріңізді білдіріңіздер. Сіздерге қандай смартфондарға шолулар көрген қызық, соның бәрін пікірге жазыңыздар. Көріскенше. Сау!